Мой сладкий пирожок. Біздің сладкий пирожогымыз дайын. Болайын деп жатыр. Біздің ағзаға пайдалы, ашытқысыз нанды кесіп көрсетемін. Қазір әлі де ыстық болып тұр. Арасын көрсетейін. Нан ашытқысыз дайындалады және де үлкен ерекшелігі көтерілуді қажет етпейді. Мұндайды көрген кезде міндетті түрде нанға май жағып жеу керек. Бірінші ұнымызды ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін үстіне сода саламыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Одан кейін асқабақтың семечкесін саламыз. Сосын осындай асқабақ саламыз. Асқабақтың өзін турап алсаңыздар болады, немесе теркада өткізген ыңғайлы. Бұлардың барлығын енді жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіз білетін асқабақ адам ағзасына өте пайдалы, сондықтан диета ұстап жүрген қыз-келіншектерде осы нанды жесе болады. Енді соңғы кефир құямыз, айран, жылы айран құю керек. Жылы етіп құямыз. Сосын кішкене тұз себеміз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Көп араластырып керек емес. Бізде жай ғана қамыр біріксе болғаны. Қамыр біріксе болғаны, қамырдың ерекшелігі көтерілуді қажет етпейді. Бірден духовкаға салып пісіре бересіздер. Дөңгелек қылайын, төрт бұрыш тылғаннан көр. Қылып біз пергаментіміздің үстіне қоямыз. Енді міндетті түрде крестик жасау керек. Бұл нанның тағы бір ерекшелігі қамырдың көтерілуін қажет етпейді. Бірден духовканы қыздырамыз, содан кейін 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Мой сладкий пирожок. Біздің сладкий пирожогымыз дайын. Болайын деп жатыр. Ағзаға пайдалы, дұрыссыз, ашытқысыз. Біз нанның піскенін осылай ұрып білеміз. Сол кезде піскен деген мағына. Енді қазір кесіп көрсетемін. Біз ағзаға пайдалы, ашытқысыз нанды кесіп көрсетемін. Мінекей нанның арасы осындай болған. Толықтай піскен. Май әкеңіз мам, нанға май жағып жейміз. Бұндайды көрген кезде міндетті түрде нанға май жағып жеу керек. Рамазан ыстық нанға кәдімгі. Мына жақта біз уже дәмін көріп жатырмыз. Мама өзін ойнайтса. Қалай болды? Тілі үйрер өте дәмді. Прям бал қосқандай. Асқабақтың дәмі тәтті дәм беріп тұр. Оның үстіне асқабақтың дәні ішінде өте ағзаға пайдалы. Ашытқысыз, қамыр. Қоспасыз, ешқандай. Сондай жақсы көтерілген. Іші ондай шикі, ондай еш нәрсе емес. Сырты қытырлақ. Піскенім толықтай.